Ассаламу алейкум, Каракалпакистан. Мен Дагестанның атқазанған артисті Ноғай өкімет фольклор этнографиялық ансамбль Айланайдың етекшісімен. Мен сізге ансамбль Айланайдың артынан, Қараноғай яшаушыларының артынан, Дагестанда тұратан ноғайлардың, маданият құлықшыларының артынан сізге үлкен ісі салам беремін. Сізді келгеніңізді сүйеміз. Біз де иншалла сізге барармыз. Маданият яғынан, фольклор яғынан, әдет яқларынан, бию, ерлау яқларынан бір өзімізге көрсетіп, ерлап, екі арада қыл өтпей, үлкен саламлық, дослық болған күнді Алла берсін. Ассаламу алейкум, айолы біздің қардашларымыз, юқларымыз, қара қалпақ халқымыз. Менің атым Бекмырза, мен Ноғай үкімет халық саз алатар оркестрінің жетекшісі болып қылығыдымын. Сізге өзімнің атынан, артистерінің артынан үлкен салам айтамыз. Көп еллардың артында біздің белгілі маданият құлықшыларымыз, артистеріміз, композиторларымыз сізге жол ашқан. Сіз де бізге келгесіз. Сол жолды қайтауысынан ашпа керек деп ойлаймын. Неге десе, біз бәрімізді бір қазаннан, бір ордадан шыққан халық. Атабиятымызда, тарихымызда, маданиятымызда яқын. Бүгін Ноғай үкімет халық саз алатар оркестр әзір бөліспегі өзінің халық жырларымен, халық күйлерімен, халық сазларымен, профессионал композитор произведенияларымен. Біз сізбен алыста тұрсамыз да, жүректерімізбен де, ойымызбен де, әрдейімді сізбен. Ассаламу алейкум. Бізге юық болған, қардаш болған, дос, Қарақалпақ халық. Сізге өзім атынан, Ноғай патшалық драма театрының атынан қайнар, елі саламлар жіберемін. Мен ойлаймын, біз юық халық ерек болсақ та, культурный театрларынан, концертлерінен бір-бірімізге қатыссақ, тез-тез юық болар едік. Сіздің барыңызға да ұзақ өмір, саулық, бітмеген яқшылықтар yorаймын. Мені атым Байсултан Жұмакаев. Мен Дағыстан патшалық халық артистімен, Ноғай театрының директоры. Ассалам алейкум, Қарақалпақ достарымыз, бауырымыз, туысқанларымыз. Біз бүгін бұл Ноғай елінде бәрімізді жиылып, сізге салам береміз. Bizim Ноғай телевидениесі достар деген, Қарақалпақстанға барады дегенде қалай бек шат болдым, қалай бір қуандым. Маға келіп айтқанда Яхия ағамыз, Қарақалпақ достарымызды бір екі ауыз сөз айтыңызда дегенде мен бек сүйіндім. Мен Яхия Құдайбердиев деген кісі боламын, Ноғай композиторы, Ноғай поэті. 1984 жылда мен Ленинград қаласының музыкалық академиясын құтарып келген заманда біздің Ноғай районына, біздің Дагестан республикамызда Қарақалпақстанның маданиет күндері өзгерілді. Сол заманда біздің Ноғай районына сол вақытта Қарақалпақстанның аттарын ұмытпын, айып етпеңіз, министрі, Айғұлаш ансамбліңіз, жыршыларыңыз келіп, біздің Ноғай районда өзілеріңіздің өнерлеріңізді көрсеттіңіз. Біз Ноғайлар бек сүйіндік. Мен бүйті ойлаймын, сол замандағы сіздің Адылов деген етекшіңіз, республикаңыздың басы, қайда бір ергісі, мен Ноғайларды іздеп табамын деп ниетленгеніне біз бек өктемсіздік бек сүйіндік. Сол вақытта мен Қарақалпақ достарымға бағыслап Ноғайдың шайыры Аджиков Солтанбек деген юғымман қосылып, сізге бір қосық дейді сізде. Бізде Ноғайды бір ер яздық. Сол ерді мен мұттағым болсам, сіздің есіңізге салып кетейім. Бүгінлерде бек тамағым ауырайды болса да мен бір екі сыдырасын айтайым. Әуелгіде
Біз бір халықтың әулеті, емәлі де біз әулеті, бір халықтың аданасылар, ақиқатлы құдіреті, өмір оймай сақлап тұрған алабан. Қарақалпақстан, Дағыстан, менің бақтым. Қарақалпақстан, Дағыстан, таябымсың. Қарақалпақстан, Қараноғай мұхабатым. Қарақалпақстан, Қараноғай яшауымсың. Қарақалпақта сөйлеп келе жібергенде, сіз де біз де екісіз, біз де сіз де қалай бір-бірімізді түсінеміз, айтқан сөзіміз көңілімізге, жүрегімізге келіп жатады. Сонда ойлаймын, вай, халқым менің, қайдай бұрында үлкен болған екенсің, шашырап қалғанбыз, қазақ та, қарақалпақ та, ноғай да, саулайды бәрімізді бір халық боламыз да, юқ аданастар боламыз, алы іліні боламыз. Ноғай халқымның атынан аз болсақ та біз баспыз. Ноғай yerinde yaşayмыз, өктемсіп yaşayмыз. Біз yaşayмыз Дагестан Республикасында, Шешен Республикасында, Ставрополь крайында, Астрахан облысында, Қарашай шеркестерінде тыпақ болып yaşayмыз. Әр жерде де ауылдарымыз бар. Неге де бұрында еліміз үлкен болған, Қырымда, Қырым татардан қап яртысы ноғайлар. Сол үшін Қарақалпақ еліміз, сіз де бізге ноғайлар, біз де сізге Қарақалпақ. Өміріңіз ұзақ болсын. Ноғай халқыңыздан ұлы салам алыңыз. Мен мынаудай возможность болған заманда Қарақалпақ қардашларымызға, Ноғай қардашларыңыздан ісі салам беремін. Есіме түседі, сіздің бірінші керен Дагестанда болған діни культура болған заманда бір кесек Қарақалпақстан делегациясы біздің районға келгені. Міне сол келген заманнан суретлер, міне мұнда Айланай ансамблі қырда сізді қарап тұрған заманы. Бұл яңғы түзілген ансамбль Сыраждин Батыров ортасында, оның его стараниями у нас установилась очень хорошая связь с Каракалпакией. Вот на этой фотографии мы вручаем вашей делегации кигіз, нагайский ручной работы. Мы тогда вам вручили кигіз и женский национальный костюм, который был сшит мастером Сыраждином Батыровым и его сестрой Батыровой Вагидат. Кроме того, к этому костюму мы приложили серебряные украшения. Это был пояс, кусак, тостиме моей мамы. Мы вам это подарили. Не знаю, где они. И подарили картину Сыраждина Батырова, называется «Айланай танец при луне». Не знаю, хранятся ли они у вас сейчас, но мы это делали от сердца. Біз бәрімізді 15 майда келіп Нукустың в аэропорту Нукуса мы приземлились. И самое интересное, нас встречал ансамбль «Кыркыз» дамбристы. Так нас почетно встречали, мы, конечно, были очень обрадованы и взволнованы. Бек сүйіндік. Онда бізді қарсы алды Яхья, сіздің әдемлермен. Встречал нас министр культуры Каракалпакии Мухаммеддинов Нажимеддин. Очень приятный человек. И после чего нас повезли почетным эскортом в гостиницу «Нукус». Онда біз орынластық, яшадық. И сол күннен алып біз концертлер бердік сіздің Каракалпакия районларында, ауылларында. Эң запоминающийся концерт в вашем драматическом театре имени Бердаха. Очень интересные встречи были. Снова передаю через наших молодых людей, через Даниэла. Это человек, который создал в России
Ногайское народное телевидение, благодаря которому мы расширяем свою связь со всеми ногайцами мира, с тюркоязычными народами. Вот. Он большой патриот. Пусть его дорога к вам будет хорошей, легкой. Аман барып сау қайтсын. Біздің саламларымызды етістірсін Қарақалпақ халқлары. Аман болыңыз. Жолыққанша емшілік болсын, я Алла. Біз сізге келерміз, көрсетерміз ноғайлардың өнерін. Әлі ясылар, басқа адамдар бізде. Онан берлі нешақлы адамдар ауысты, басқалар болды. В любом случае, пригласите, мы приедем. Аман болыңыз.